Әмеңгерлік деген не екенін білесіз ба? Жоқ, білмеймін. Какое-то знакомое слово. Әмеңгерлік. Вообще білмейсіздер ма? Әмеңгерлік деген ол өзі бір іске бір әрекет жасаса сол әмеңгерлік дейді ғой негізі. Бір жақсы істесең, жақсы қызмет жасасаң, бір адамдарға дегендей. Сол әмеңгерлікке сол жазады ғой негізі. Әмеңгер деген не екенін білесіңдер ма? Нет. Нет, не знаете. Әмеңгерлік дейсің ба? Иә, әмеңгерлік. Таныссыз негізі, брат. Бір сұрақ, әмеңгерлік. Бір сұрақ қойсақ. Жоқ, керек емес. Рахмет. Әмеңгерлік деген не екенін білесіздер ма? Күйеуі қайтыс болған кезде соны қайнағасы ма или қайын інісі ма сол алады ғой, короче. Бала шағасы Дұрыс жетім түсіндіріп. қалмасын деген ниетте оны қайын ағасына немесе қайын інісіне сол жеңгесінің келінді, яғни үйде келін болып қалсын деп сол үйде алып қалады. Соны әмеңгерлік деп айтады. Нешедесіңдер? 19-да. 17-те. Қайдан білесіңдер? Білеміз ғой, біз ауылдан келгенбіз негізі. Қай аудансыңдар? Қызылорда облысы Шиелі ауданындамыз. Жалпы әмеңгер деген фильм шығады, соны білесіңдер ма? 18-ші қыркүйектен бастап әмеңгер деген фильм шығады бізде. Соған бізде негізі бірақ билет еді, қалай істесе болады? Мынандай билет бар. Сентябрьдан міне 18-ші қыркүйектен бастап әмеңгер деген фильмға келе аласыздар. Кинопарк, Киноплексқа. Болды, рахмет. Екінші билет бойынша маған Инстаграмға. Біз білмейді деп ойладық қой, біз білмейді деп келіп тұрмыз ғой жастарға. Все, рахмет. Рахмет. Жастарды білмейді деп ойлағанбыз, бірақ жастар қазір бізде Қызылордадан болғаннан кейін ба қатты білгіш екен.